Бүгін еліміздің барлық сайлау учаскелеріне дауыс беру құжаттары үлестірілуде. Бюллетендерді тарату шарасына тек хабар арнасының тілшілері куә болды. Әріптесім Зайнұр Байжігіт баяндайды. Сайлауға дайындық науқаны қызу жүріп жатыр. Баспаханаға берілген бюллетендер 20 күннің ішінде басылып, облыс және қалаларға таратылып бітті. Енді оларды қабылдап алған аудандық комиссия оны сайлау учаскелеріне үлестіруде. 259 сайлау учаскесінің өкілдері, кіріңіздер. Дауыс беру құжаттары мұқият саналып, сол аумақта тіркеуде тұрған адамдардың санына сәйкес беріледі. Кейін бюллетендерді тапсырушылар да, қабылдап алушылар да хаттамаға қол қояды. Маңызды құжат болғандықтан оның күзеті де мықты болады. Ол жер-жерге сайлау учаскелеріне қырағы күзетпен жіберіледі. Қауіпсіздік мақсатында полицейлер әр сайлау учаскесінің төрағасы мен хатшысы мінген темір тұлпардың соңынан еріп, белгіленген мекен жайына дейін шығарып салады. Сайлау учаскесіне келгеннен кейін барлық бюллетендер саяси науқанның басы қасында жүрген дауыс беру учаскесіндегі комиссия мүшелерінің көзінше мынадай сейфке салынады. Кейін сайлау учаскесінің төрағасы және хатшысы қол қойғаннан кейін сейф мөрмен бекітіледі. Ал дауыс беру құжаттарын сайлауға дейін ішкі істер органдарының қызметкерлері күзететін болады. Зайнұр Байжігіт, Мейрамбек Ахмаханов, Хабар.